құрметті біздің оқырмандарымыз, қазір сіздермен біз шыршаның бүршігінен сәндік мақсатта қолданылатын гүлді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ыстық клей, пистолет және де әрине шыршаның бүршігі, қылқалам, гуашь пайдаланатын боламыз. Шыршаның бүршігін гуашьпен бояп аламыз. Осындай қылып бояймыз жақсылап. Түс береміз әртүрлі. Қалаған түсімізге бояуға болады. Гуашьта сізде қандай түс бар, сонымен бояуыңызға болады. Шыршаның бүршігін міне осындай қылдырып бояп аламыз. Енді дайын шыршаның бүршігін ыстық клей жағып отырғызамыз. Міне біз ыстық клеймен шыршаның бүршіктерін осындай әдемі қылдырып отырғыздық. Шыршаның бүршігін шет-шеттерін жай ғана ақ түсті гуашьпен бояймыз. Кішкене ақшыл рең береміз, өң береміз. Міне осылай бояйсыздар. Осылай бояп аламыз. Жақсы өшеміз. Міне біздің вазамыз, осы вазаға боялған шырша бүршіктерін саламыз. Сонда мінекей бізде мынандай әдемі сәндік үйде қолданылатын шырша гүлдері пайда болады. Міне, құрметті оқырмандар, осындай қолда бар заттармен үйдегі сәндік шырша бүршігінен әдемі гүлдер жасауға кеңес береміз.